Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте нәзік, дәмді, жұмсақ балды торт дайындайтын боламыз. Тортымызға біз бүгін қайнатпалы крем қолданатын боламыз. Бүгінгі біздің тортымызды дайындау расында да көп уақытты және де көп затты қажет етпейді. Және де бір жасағаннан дәл осындай видеодағындай жұмсақ, өте дәмді, нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындауларыңызды сұраймын. Ең алдымен тортымыздың корждарын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге барлық қажетті ингредиенттерді алып, бірге араластыратын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқаның үстіне тұз, қант және де сары майымызды, балымызды барлығын салып бір араластыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай видеода менде сары май тоңазытқыштан шыққан, ал сіздер бөлме температурасындағын қоссаңыздар да болады. Енді осы барлық ингредиенттерімізді алып, су моншасында, яғни водяной баняда ұстайтын боламыз. Бізге водяной баняда ұстағанда ең бастысы біздің қанттарымыз еруі қажет. Ол үшін шамамен 3-4 минут уақыт керек, және де жақсылап араластырып отырамыз. Бізде қантымыз толығымен еріді. Енді осы массаның үстіне бір шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Шамамен 10-15 секунд. Бізде ас содамыз көтеріліп, ақ көпіршіктер шығады. Және де араластырып болғаннан кейін біз газымызды өшіріп, су моншасынан осы массамызды алып, толығымен суытатын боламыз. Масса бізде толығымен суыды. Енді біз осы массаның үстіне ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра бізде қамыр илейтін боламыз. Ұнның және де басқа да ингредиенттердің толық мөлшері описанияда қалдырамын жазып. Бізде қамырымыздың консистенциясы сәл қолға жабысатын болады. Біз осы қамырымызды толығымен илеп болғаннан кейін целлофанға салып, тоңазытқышта шамамен жарты сағат уақыт ұстайтын боламыз. Қамырымыз тоңазытқышта жарты сағат тұрғанша біз осы уақытта енді қайнатпалы крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 2 жұмыртқаның үстіне жарты стакан қант және де 4 ас қасық ұнды салып, бір келкі масса болғанша жақсылап шамамен жарты минут, 1 минуттай араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін енді біз газымыздың үстіне жарты литр сүтімізді құйып, жақсылап бір ысытатын боламыз. Және де ысыған сүтіміздің жартысын алып, жаңағы жұмыртқалы массаның үстіне құйып бір араластырамыз. Енді сол жұмыртқалы масса мен сүтімізді араластырып болғаннан кейін, жаңа қалған сүтімізге толығымен бәрін құямыз да
газымыздың астын орташа жылдамдықта қойып, үздіксіз қайнатпалы кремімізді үздіксіз араластырып отыратын боламыз. Бізде шамамен осы қайнатпалы кремімізді дайындауға, яғни қайнатуға газдың үстінде 3-4 минут уақыт кетеді. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай креміміздің дайын болғаны бізде бетіне қарай шариктер, яғни шығады. Сол кезде міне көріп тұрғандарыңыздай видеода осы кезде бізде креміміз дайын деген сөз. Және енді газымызды өшіреміз да бетіне бір ас қасық сары маямызды салып, сары маямызды жақсылап ерітіп араластыратын боламыз. Қайнатпалы креміміз толығымен дайын. Енді бөлме температурасында суытатын боламыз. Енді бізде креміміз суығанша біз қамырымызды, яғни корждарымызды пісіретін боламыз. Біздің қамырымыз тоңазытқышта жарты сағат тұрды. Және де тоңазытқыштан алғаннан кейін қамырымыз қолға мүлдем жабыспайды. Және жұмыс істеу өте оңай. Менде тортымның диаметрі 24, әрине сіздер өз қалауларыңызша 20 немесе 22 диаметрде дайындауларыңызға болады. Менде қамырымды 6 бөлікке бөліп алдым. Қамырларымызды жаятынның алдында ұнға бір рет аунатып алып, содан кейін жаюға кеңес беремін. Сол кезде ешқандай да қолдарыңызға жабыспайтын болады. Енді осылайша толығымен видеода көргенде жаямын. Жайғаннан кейін мен кальцоның көмегімен кесетін боламын. Егер де сіздерде кальцо болмаса, ол міндетті емес. Сіздер өздеріңіз қалаған тарелкамен және де тағы да басқа да ыңғайлы ыдыстармен кесуге болады. Осылай мен кесіп алып, шеттеріндегі артығын алдымда және де вилкамен орталарын бірнеше рет тесіп шығатын боламын. Дайын болған қамырларымызды 180 градуста шамамен 2-2,5 минутта пісіретін боламыз. Корждарымызды пергаментті қағазда пісіру міндетті емес. Бүгін сіздерге видео барысында көрсететін боламын. Ақ қағазда және де дәптердің қағазына, яғни дәптерге де пісіруге болады. Және де сондай ақ фольгода. Егер сіздің қолыңызда пергамент қағазы болмаса, сіз жай ғана А4-тегі ақ қағазға пісірсеңіз болады. Немесе жай ғана газеттерге пісірсеңіз болады. Немесе дәптердің қағазына да пісірсеңіз болады. Оның ешқайсысына біздің корждарымыз жабыспайды. Жақсы пісетін болады. Видео барысында толығымен көрсететін боламын. Міне қазір дәл көріп тұрғандарыңыздай мен ақ қағазға пісіріп жатырмын. Корждарымызды толығымен пісіріп алдық. Және пісіргеннен кейін пергаменттен басқа қағаздарға пісірген кезде жақсылап суытып алатын болсаңыз, ол ешқандай да қағазға жабыспайтын болады. Және де басқа да ақ қағаздарымызды майлау қажет етпейді. Міндетті емес, майлаудың қажеті жоқ. Енді барлық корждарымыз дайын, және де қайнатпалы креміміз суды. Енді барлық корждарымызды осылай қайнатпалы кремімізді жаға отыра 3-4 қасықтан тортымызды жинайтын боламыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін және ең соңғы қалған кішкентай коржымызды үгітіп, сақтап тортымызға әсемдікке қолданатын боламыз. Жан жағына және де үстіне жағатын боламыз. Тортымызды ұсақталған ұнтақтармен толығымен қаптап болдық. Тортымыз осымен дайын. Егер де қаласаңыз,
тоңазытқышқа пропиткаға қалдыруыңызға болады. Сәл осы қалпында болмаса бірден кесіп дастарханға қоюға болады. Егер видео ұнаса, лайк қойып, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алда әлі көптеген видео рецепттер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Осымен біздің балды тортымыз дайын. Сіздерге осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Дәл видеодағындай жұмсақ, өте дәмді шығатыны сөзсіз. Баршаңызға ас болсын.